Түркістан қаламыз, рухани қаламыз. Облыстық мәртебе алғанда қуанғанымыз сол, қалаға енді көрік кірер, қаламыз көркейер деп ойладық. Қала көркеюде. Алайда сапаға мән беріп келеміз бе? Сонау миллиондаған қаржылар дұрыс жұмсалуда ма? Айта берсек, мінде көп, есіркейтін пенде жоқ. Түркістан қалалық білім бөлімінің алдындағы Әйтеке би көшесінде салынып жатқан жаяу жүргіншілер жолының сапасын көрсеңіз, жүрегіңіз ауырады. Неге мердігер компания қаланың киелілігіне қарай жұмысын саналы түрде жасамайды? Неге сапаға көп көңіл бөлмейді? Көрер көз жоқ дегеніме, әлде киелі қаламыздың киелілігін есепке алмағаны ма? Дәл осыған ұқсас жағдай Тоқаш Бокин көшесінде, яғни кәсіпкерлік ғимаратының алдына керемет көрінетін тротуар тастарын салғаны. Алайда сапаға тағы да мән бермеген. Олай деуімізге себеп, төселген тротуар тастар жыл болмай біткені сол, бұзылып, шашылып жатыр. Мердігер компанияның тағасының мықты болғаны ма деп қаласың. Осы каналымызда бұрындары да бірнеше рет қозғалған мәселе Отырар мөлтек ауданы мен Халықаралық Қазақ-Түрік университетін жалғастырып тұрған автокөлік жолы. Бұл жолдың басталғаны қашан? Қаншама жолдар басталып, бітіп жатса да, бұл жол түйенің сүтін ішкен бе, аяқсыз қалғанына біраз уақыт болды. Қаланың жаңа әкімі Рашид Аюпов қалада жұмыстың көптігінен бірін білсе, бірін білмес деген оймен, сондай-ақ сапасыз жұмыс істеп отырған мердігер компанияларда жұмыстарына сапалы қарауын септігін тигізер деген үмітте шығарып отырмыз. Енді барлық жұмыстар қадағалауға алынар деп сенеміз. Шындық бізден, төрелік халық еншісінде.